Сионизм дегенimiz не? Қалай пайда болды? Құдыстан оларға не керек? Неге дәл сол жерде мемлекет құрғысы келеді? Көп адам білмейтін және байқамайтын дүниелерді айтып беремін. Палестиналықтар яһудилерге жер сатты ма? Ол былай болған. Әлемдегі барлық адамдар яһудилердің құлы. Сәйкесінше оларды өлтіру сауап, себебі яһудилердің мүлкін тартып алған олар. Теодор Херцель Абдулхамид II сұлтанға жасаған ұсынысында былай дейді: Османдардың бүкіл қарызын жауып береміз, ешбір жерге қарыз болмайсыз. Абдулхамид бұларға қарсы: жоқ, ешқашан. Бұл жерлер қанмен алынды, тек қанмен беріледі дейді. Яһудилік дегенimiz не? Оның тарихы туралы қысқаша мәлімет бере аласыз ба? Яһудилер Жақып алейхиссаламның балалары мен ұрпақтарынан шыққан. Бұл Әзіреті Мұсаның заманына дейін жалғасады. Перғауынның Мұса пайғамбар мен оның халқын қуып жетуі, олардың Перғауыннан қашуы, екі теңіздің жарылуы. Алла ол Израиль қауымына Ніл мен Ефрат арасындағы жерлерді уәде еткен еді. Сондықтан олар соғысуға мәжбүр болады. Сол аймақтағы адамдармен соғысу керек болады. Дегенмен Мұса пайғамбардың кезінде бұл израильдіктер сол жердегі халықпен соғысудан қорқады. Олар Әзіреті Мұсаға: барда Раббыңмен бірге соғыс. Олар қатыгез халық, бұлармен қалай соғысамыз дейді. Құддысты жаулап алмақшы болған Мұса пайғамбар оларға: міне Алланың рұқсатымен кірейік, біз бұл жерді өте аз уақытта бағындырып осында қаламыз, орнығамыз дейді. Құдай бізге уәде еткен жерлер осылар деп. Бірақ олар соғысудан бас тартқан соң Синай шөлдерінде бас сауғалайды және 40 жыл бойы сол жерлерді мекендейді. Мұса пайғамбар Құддысты жаулап алудан ғапыл қалады. Мұса пайғамбардан кейін Юша алейхиссаламға Құддысты жаулап алу нәсіп болады және үлкен жеңістерге жетеді. Әрине ол ұрпақ өзгерді. Яғни сол шөлде 40 жыл бойы қалғандардың орнына жаңа ұрпақ келгенде Юша алейхиссалам сол жаңа буынмен бірге жаулап алу әрекеттерін жүргізіп, сол жерде үлкен жеңістерге жетеді. Осылайша израильдіктер мен яһудилер уәде етілген аймақтарға қоныстанады. Ал кейін Дәуіт пайғамбар келгенде олар мемлекет болады. Дәуіт бір уақытта пайғамбар да әмірші де болады. Дәуіт пайғамбардан кейін келген Сүлеймен пайғамбар әлем тарихындағы ең үлкен мемлекетті құрады. Ол өз заманында бүкіл әлемді билеген деседі. Өте үлкен мемлекет Яһуда патшалығын құрады. Содан Сүлеймен пайғамбар Құддыста ғибадатхана салады. Оны біз Сүлеймен пайғамбар ғибадатханасы деп білеміз. Арада біраз уақыт өткеннен кейін бұл израильдіктер шектен шығып, белгілі бір уақытта Құранда айтылғандай өздеріне жіберілген пайғамбарларды өлтіреді. Сол кезде Алла Тағала былай дейді: Исра сүресінде израильдіктерге былай дейді: сендер жер бетінде 2 рет лаң салып бүлік шығарасыңдар. Астамшылыққа, тәкаппарлыққа бой алдырып, асқақтаған үстіне асқақтай түсесіңдер. Бұлардың біріншісі келгенде оларға қарсы өте күшті мықты құлдарымызды жібердік дейді. Яғни мәселенің тарихи өлшеміне үңілсек, оның Құранмен тоғысатынын көреміз. Тарихшылардың да жорамалдайтын мән берген тұсы ол Вавилон патшасы Небукаднезар арабтар Бухтун Наср деп те айтады, және осы патша оларды қудалайды. Қуатты әскерімен Құддысқа кіреді. Содан кейін ол барлық яһудилерді қырып, Сүлейманның ғибадатханасын қиратады. Ол барлық яһудилерді жинап Вавилонға апарады. Шындығында бұл еврейлердің Құддыстан алғаш рет қуылуы болады. Яғни Сүлейман ғибадатханасы қираған кезде Тәуратты да жоғалтады, шын Тәуратты жоғалтады. Осы жайт Құранда айтылған еврейлердің бірінші азғындығы еді, және сол жерде олар үлкен апатқа ұшырап үйлерінен қуылды. Уақыт өте парсылар осы аймақта өркендей бастайды. Әрине кейінірек олар бұл аймақта үлкен көтеріліс жасап Вавилон патшалығын шабуылдайды. Содан Вавилон патшалығын жойып, Вавилонға апарылған яһудилерді қайтадан Құддысқа айдайды, жер аудартады. Бұл яһудилердің қайтадан Құддысқа қоныстануы парсылар мен еврейлердің арасында ежелгі бір достықтың орнауына себеп болады. Еврейлер өз тарихына өте жақын халық. Олар парсылар бізді елге қайтарды дейді. Сондықтан олар парсыларды, Иранды жақсы көреді. Құранда айтылған бұзақылықтың екінші реті туралы айтсақ, сол кезде саған қарсы күшті құлдарымызды жібердік, сендердің үйлеріңе дейін кіреді деп айтылады. Бұл кезеңде тарихқа тағы да көз жүгіртсек, анық Аллаға аян Рим дәуірімен байланыстырылады. Рим дәуірінде Титус деген билеуші болған. Ол өте қатыгез болатын. Бірақ тағы да солай. Бұл жолы да израильдіктер пайғамбарларды өлтіреді. Осы үшін тағы да апат олардың басына түседі. Өйткені мемлекеттерін қанау мен жаншу арқылы құруда болатын. Міне осы қатыгездіктен аз уақыт өткен соң олардың басына үлкен қасірет келеді. Бұл қиындық римдіктердің шабуылымен
топтармен байланысты еді және олар Римде көтеріліс бастайды. Содан пайғамбарларды үйлерінде өлтіргеннен кейін және осы көтеріліс нәтижесінде римдіктерді шаршатады. Римдіктер ол жерлерден шаршаған еді. Өйткені ол кезде Рим географиясы Сирияны да қамтитын, ал римдіктер еврейлерге әбден тойған еді. Еврейлерге тән бір ортақ қасиет бар. Олар барған жерінде даудамай туғызады, тәртіпсіздік жасайды, адамдарды бір-біріне қарсы қойып, үнемі бүлік шығаратын еді. Олардың қарғыс атқан халық болуының, яғни ешқашан тыныштық таппайтынының бір себебі де осында. Тарихқа көз жүгіртсек, Рим императоры оларды тағы да қылыштан өткізіп бір қырып алады. Сөйтіп сол жолы еврейлер жай ғана еврей диаспорасы күйінде ауыр бір жер аударуды бастан кешеді. Римдіктер яһудилерді маңайынан көрмейтіндей жоқ қылады. Яһудилердің бір бөлігі Йеменге, бір бөлігі араб топырағына, бір бөлігі Ресейге және бірі Иранға қашады. Бүкіл әлемге, тіпті Африкаға да қашып кеткен топтары бар. Яһудилер бүкіл әлемге таралады. Осы уақыттан бастап 2000 жыл бойы яһудилер Құддысқа ешқашан үстемдік еткен емес. Енді осы жерде әлгі аяттың жалғасына келсек, егер қайтадан бұзақылық жасасаңдар, сендерге Алла жеткілікті делінеді. Яғни осы жолы сені орныңа қоямын деп қорқытып жатыр. Енді еврейлерге мемлекет құруға іс жүзінде тыйым салынған. Ұзақ уақыт бойы мемлекет құра алмады да. Біздің заманымызға дейінгі 70-ші жылдары Рим императоры Титустың оларды Құддыстан қуып шыққаннан кейін олар бүкіл әлемге тарап кетті. Римдіктердің христиандықты қабылдауы яһудилер үшін үлкен қиындық тудырды. Өйткені олар еврейлерді жек көреді. Неге десеңіз, себебі Иса Мәсихті римдіктер крестке шегелеген білесіз. Бірақ исламдық сенімде Иса көкке көтерілген, өлмеген. Оның орнына басқа елші келеді. Ол өзіне опасыздық жасаған елшінің орнына келеді. Сондықтан бұл римдіктер, яғни христиандар, осының бәрі еврейлердің кесірінен деп ойлайды. Себебі біз ол кезде білместік болды, яғни дінді білмедік дегендей. Сендер бізге Исаны өлтіруге мәжбүр еттіңдер. Сендердің кесірлеріңнен, себебі сендер мына кісі сатқын дедіңдер дегендей, олар Исаға жала жапқандары үшін яһудилер жауапты деп ойлады. Оны былай түсінсеңіз болады. Сенген пайғамбарын өлтірткенін ойлайтын халыққа сәйкесінше сол дінге сенгенің үшін кек сақтайсың. Сондықтан әлемнің көптеген елдерінде еврейлерге деген өшпенділік әрқашан болған, әсіресе христиандық тараған аймақтарда. Сондықтан олар христиандардың кесірінен көп зардап шеккен. Христиандар оларға ешқандай мемлекеттік міндеттеме бермеді және әскери аймақтарға қандай да бір жолмен кіруге рұқсат бермеді. Оларды көптеген салаларда аулақ ұстады және оларға сыртқы және екінші сорттағы адамдар ретінде қарады. Яһудилер шынымен де қатты масқара болды және бұл ұзақ жылдарға созылды. Бірақ осы ұзақ жылдар ішінде еврейлер өздеріне көптеген жерлердің жабық болғаны үшін олар көне және ескі заттарды, темір-терсекті сатумен айналысты, яғни сауда саласына енуге мәжбүр болды және олар ғылым саласына кіре алды. Олар осы екі салаға шоғырлана бастады. Сондықтан темір-терсектерді, адамдардың тастаған қоқыс қалдықтарын жинай бастаған. Олар осы қалдықтарды жинап сатудан бастайды, содан кейін антиквариатпен айналысады. Бұл жолы олар бағалы құнды жиһаздарды, заттарды жинап сатуға кіріседі. Уақыт өте антиквариат сатушысынан ақша айырбастаушыға ауысады. Сауда саласында кең қанат жаяды. Олар зергерлік, алтын бұйымдар мен алтын сатып алу сатумен айналыса бастайды. Олардың біразы ғылым саласында елеулі жетістіктерге жетеді. Яғни оқиды, ғылым саласында өздерін жетілдіреді. Осы екі салада қызмет етуге оларға рұқсат берілді, әсіресе Еуропа қоғам тарапынан. Белгілі бір уақыт кезеңінен кейін еврейлердің абсолютті көпшілігі Еуропада ақша айырбастаушы десең ақша айырбастаушы, зергер десең зергер. Осы істердің басында бір еврей тұратын еді. Бұл яһудилердің айтарлықтай бай болуына себеп болды. Осылайша еврейлер әлемнің ең бай адамдарына айналды. Еврейлер сонша бай бола тұра Құддыстан не қалай? Неліктен дәл сол жерде мемлекет құрғылары келеді? Біз білмейтін бір нәрсе бар ма? Мен бұл тақырыпта көпшілік білмейтін және байқамайтын нәрселер туралы айтайын. Еврейлер өз кітаптары мен дініне өте берілген халық. Олардың Құддысқа деген соншалықты табанды болуы шын мәнінде олар үшін бір утопия еді. Яғни орындалмайтын бір армандай болатын. Рим дәуірінен кейін шартарапқа тарап кеткен яһудилердің басқа халықтар тарапынан қысымға ұшырағаны жетерлік. Ондай қысымға ұшырауының себебі жазықсыздығынан, езілгендігінен емес. Себеп олардың өздерінде. Олар қайда барса да бұзақылық пен бассыздық, келіспеушілік жасайтын. Олардың бұл қылықтарына еврейлер де тойған. Еуропада журналист болған Теодор Херцель деген адам еврейлердің Еуропадағы ең бай адамдар екенін байқайды. Журналистің өмір сүрген кезеңі Сұлтан Абдулхамид екіншінің билік құрған дәуірлер екенін ескерткім келеді. Еуропада үлкен антисемитизм бар болады. Бір еврей қылмыс жасаған болса, оны барлығының көзінше алаңға шығарып, барлық еврейлерді өлтіру керек дегендей мәлімдемелер жасалады. Яһудилерге қарсы ауыр бір нәсілшілдік бар еді. Теодор Херцель де осы оқиғалардың ортасында өсті және олардан қатты әсер алды. Сөйтіп басында бір нәрсе ойластыра бастайды. Яғни еврейлер қайтадан мемлекет құра алады дегендей. Бұл жатса тұрса оның арманы болды және сол кездегі өте ауқатты еврей отбасылармен байланыс орната бастайды. Олармен кездесіп жүріп, артынша бір кітап жазады.
Der Judenstaat деп аталатын кітап, яғни еврей мемлекеті деген мағынада. Және бұл кітапта ол былай дейді: еврейлердің енді мемлекет құруға жетерлік қуаты бар. Өйткені оның ақшасы да, мүмкіндіктері де, дайын кадрлары да бар деп жазады. Ол еврейлерге еврей мемлекетін құруға болатынын өзінше дәлелдеді. Еврейлердің сеніміне сәйкес бүткіл дүние мен жер бетіндегі барлық нәрсе еврейлерге тиесілі. Өздерінің кітаптарында жазған дүниелер осындай, және дүниедегі барлық адамдар, яхуди еместердің бәрі еврейлердің құлы делінген. Сәйкесінше оларды өлтіруде сауапты іс, өйткені олар яхудилердің мүлкін тартып алған дегендей. Қолындағы алтыны мен қолындағы жерімен еврейлердің мал-мүлкін күннен күнге тартып алуда дегендей. Шындығында олардың қалағандары тек Құддус, Ніл және Ефрат арасындағы жер ғана емес. Олар бүкіл әлемді қалайды. Бүкіл әлем олардікі, ал бүкіл әлемнің астанасы Құддус болу керек. Олардың қалауы осы. Сондықтан олар Ніл мен Ефрат арасындағы аймақта үстемдік орнатқысы келеді. Сионизм дегеніміз не? Ол қалай пайда болды? Әлгінде Теодор Херзл деген адамымыз яхудилермен бірге бір сионистік конгресс жинайды Швейцарияның Базель қаласында. Осы жерде елдің аты Израиль болады деп шешім қабылдайды, және израильдіктердің жер картасымен алғашқы туы сызылады. Екі жолақпен ортасында Дәуіт жұлдызы, Дәуіт пайғамбардың жұлдызы. Айтқанымызда Юша алейхиссалам Құддусты жаулап алғаннан кейін ол жерде мемлекет құрған Дәуіт пайғамбар болады. Демек, Дәуіт жұлдызының жалауда көрсетілуі бұл жерде тағы да бір еврей мемлекетін құрамыз деген сөз. Ал екі жолақ Ніл мен Ефрат өзендерін білдіреді. Шын мәнінде бұл бүліктің, фитнаның қайнар көзі де осындай. Яғни олар өздерін жоғары нәсіл деп санайды. Өздері қор болған үшін бүткіл әлемді жек көреді. Демек, мұндағы мақсат тек мұсылмандар ғана емес, христиандарды да жек көреді. Олар бүкіл әлемді жек көреді және өздерінің мүлкін тартып алды деп санайды. Оны былай елестетіп көріңіз. Яғни сіздің дініңіз сізге мынадай бір нәрсені үйретуде: о, қара, бұл жердегінің бәрі сенікі. Олар келіп сенің мал-мүлкіңді ұрлауда, мүлкімді тартып алған екен. Мен бұл мүлікті қайтаруым керек. Бүкіл әлемді қайтаруым керек. Бұл олардың негізгі сенімі. Яхудилер Палестинаға қашан және қалай кіре бастады? Теодор Херзл әу баста бірінші кезекте Құддусқа көз тікпеген еді. Мынадай талас бар еді: Аргентинаға да бара аламыз, өйткені Аргентинада Васильдер отбасының өте үлкен жерлері бар еді дегендей. Олар алдымен сол жерлерде тікелей мемлекет құра аламыз деген идеяларын ұсынды. Бірақ еврейлер бұл идеяны қабылдамады. Біздің ежелгі қала Құддус, Аргентинада біздің шаруамыз қанша? Біздің Құддусқа кетуіміз керек дейді олар. Бұл мемлекет Құддуста құрылсын деген шешім сол жерде қабылданды. Өйткені олардың бүкіл тарихы сол жерлерде орын алған, және олар бұл жерлерді Құдайдың оларға уәде еткеніне сенеді. Сондықтан олар сол жерлерге барғысы келеді. Теодор Херзл осы шешімді алған соң, ол жерлер кімнің қолында еді деген сұрақ туады. Әрине, османдардың қолында еді. Ол кезеңде Османлыда Абдулхамид екінші тақта отырған. Теодор Херзл еврей байларына арқа сүйеген соң нағыз күшке ие болады. Осман империясына бірнеше рет барған. Тарихи деректерде оның Османлы сарайына 5 рет барғаны жазылған, және Сұлтан Абдулхамидпен көріскен. Оған Османлы үшін өте тиімді келісім ұсынған. Ол кезде Осман империясы Ресей соғысынан енді шыққан еді. Әлбетте, олардың шынымен де ірі көлемде қарызы бар еді. Бүгілген белін түзетуге тырысып, қарызын өтеу үшін тырбанып жатқан ел. Теодор Херзл Абдулхамид сұлтанға жасаған ұсынысында былай дейді: Османлының барлық қарызын төлейді, ешкімге ештеңе қарыз болмайсыз дейді. Байлығына мән беріңізші. Османдардың бүткіл сыртқы қарызын жауап беруге жетерлік бір дәулеті бар. Демек, одан бөлек тағы қанша байлығы бар. Осылайша бізге Құддус маңынан бір жер бере көріңіз, біз бір мемлекет құрайық дейді сол кезде. Абдулхамид сұлтан бұл қауіптен бұрыннан хабардар еді. Өз пашаларымен сөйлеген сөзінде ол жерлерде еврейлердің мемлекетінің болуы дегені, демек денеміз қанға батады дегені. Шындап келгенде жағдайды түсінеді. Яхудилердің тарихын да біледі, қасиетті Құранды да біледі. Яхудилердің әрқашан мұсылмандарға қарсы нөмір бірінші дұшпаны екен, үнемі оларға жамандық тілейтінін және ылғида бүлік шығаратындарын білетін еді. Абдулхамид олардың ұсынысына жоқ дейді. Ешқашан бұл топырақтар қанмен алынған, тек қана қанмен беріледі. Ол жерлер маған тиесілі емес дейді. Ол менің ұлтыма тиесілі. Ол жерден сіздерге жер бере алмаймын дейді. Ескертетін жайт, әрине, ол мұны оған саяси себептермен айтып отыр, және артынша дереу бір жарлық шығарады: Құддустың Палестинаның айналасындағы ешбір жер бірде-бір еврейге сатылмайды деп тыйым салады. Былайша айтқанда, анау бір, мынадан бір, біраз топырақ алып бірдеңе жасауға тырысатындарын болжап бұған тыйым салады. Теодор Херзл тіпті өз мақаласында былай дейді: еврей мемлекетін құру үшін Осман империясының күйреуін күтуіміз керек. Бұл да өте қызық бір сөз. Бұдан нені түсінуге болады? Демек, еврейлер енді күшейіп мемлекет құруға шешім қабылдаған, және олар Осман империясын жоюды көздейді. Османдар ол жерден кетпейінше біз ол жерде ештеңе істей алмаймыз дейді олар. Кейінірек бұл еврейлер Осман империясын жоюға барлық күш-жігерін салады. Ең бірінші жасағандары, олар ағылшындарға жақындай бастайды. Өйткені сол кезеңдегі теңізде де, құрлықта да, саяси жағынан да ең қуатты держава Англия болатын. Сондықтан Англияға қаржылай қолдау көрсете отырып,
оның орнына ағылшындар арқылы келісімдер жасасады. Османдардан Құддысты, Палестинаны, сол аймақта еврейлерге ағылшындардың беретіндігі туралы кепілдік алады. Сондықтан Сұлтан Абдулхамид II тақтан тайдырылады. Артынша дүниежүзілік соғыс басталып, бірінші дүниежүзілік соғыста Палестина майданында ағылшындарға қарсы жеңіліске ұшырады. Дәл осы сәттен бастап ағылшындар Палестинаны басып алғаннан кейін еврейлермен жасаған келісімдерін орындай бастайды. Олардың ақша көзі яһудилер болғандықтан сионизм олар үшін өте маңызды қаражат қайнары болып табылды. Және Англия бір қызығы ешбір мемлекет үшін мұндай нәрсе жасамаған еді, бірақ яһудилер үшін жасады. Еуропадан кеткісі келген кез келген адам Палестинаға бара алады деп олар яһудилерді шақыра бастады. Дәл сол кезде Бальфур декларациясы ұсынылды. Атақты министрдің мәлімдемесі. Бұл декларациямен олар еврейлерге деген антипатияны халықсыз отанға азаматтық жоқ адамдарды орналастыру деген үндеу арқылы жойғысы келді. Сол кезде де олардың қолында толық медиа билігі болды. Сұлтан Абдулхамид II қарсы олар бәрін арандатып, ақыры құлатты. Олар Еуропадағы еврейлерге қатысты жанашырлық тудыруға тырысты. Яғни олар құрбандар, жазықсыз халық дегендей. Бір мемлекет құруға бұлардың да хақы бар дегендей пікірді ортаға тартты. Олар бірте-бірте еврейлерді Палестинаға орналастыра бастады. Осы кезден бастап еврейлер Палестинаға қоныстанды. Және британдық сарбаздар сол аумақты қорғап тұрды. Неге? Себебі бір мұсылман немесе басқа бір топ осы жердегі яһудилерге зиян тигізбеу үшін. Оларды бастапқыда ағылшындар қорғады. Британдық сарбаздар онда еврейлердің өмірін, ожданын, мүлкін қорғады. Осы яһудилерге зарар келмесін, бір жағынан яһудилер көші жалғасын тапсын деген. Бірақ мұнда еврейлер көп келмеді. Олардың біз бір мемлекет құра аламыз деген сенімдері болды. Дегенмен бір топ яһуди бұған сенбеген еді. 2000 жылға жуық тұтқын мен қорлықтан кейін қалайша күшейіп қайта мемлекет орнатамыз ба? Оларға арман сияқты көрінеді. Мен жоғары лауазымды адамдар туралы емес, көпшілік Бұхара туралы айтып отыр. Жұртшылықтың көбі өзінің орныққан жайын бұзғысы келмейді. Сіздің құрған өз бизнесіңіз бар, делік қалыпты өміріңіз бар, Еуропада белгілі бір тірлігіңіз бар, ал сіз оны бәрін тастап Палестина жерлеріне кетпексіз. Ол жерде қайтадан жаңа өмір бастайсың. Бұндайды яһудилер қаламады. Сәйкесінше Палестинаға айтарлықтай көш жылжымады. Теодор Херзл бастаған сионизм ұйымы мен ағылшындардың ойындағыдай қалағандары болмады. Яһудилер ол жерлерге бармаған соң, олар біздің ісімізге опасыздық жасады дегенде, бір жағынан оларға да ашу болды. Уәде етілген жерге шақырамыз келмейді. Ешкім тыныштығын бұзғысы келмейді. Осы жерде бәрі де ұмытылады. Осы жайттарда ұмыт қалады. Қанша ғасыр өтеді, сионизмнің басында өз ісін ұмытқан еврейлерге қарсы өкпе ашу бар болады. Бұл процесте келесідей нәрсе болады. Сол кезеңде Германияда нацистік партия құрылады және бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталған еді. Сондықтан бұдан былай сионизм саясатының мақсаты еврейлерді Палестинаға тарту болып табылды. Және сол жерде көп халықтың басын қосып мемлекет құру болады. Британдықтарда саяси қолдаудың барлық түрін көрсетеді. Сионистер ағылшындарды қаржылай қолдаса, ағылшындар оларды саяси және әскери жағынан қолдайды. Өйткені яһудилердің әскери күші жоқ еді. Сәйкесінше еврейлерге үлкен қолдау көрсетілді. Яғни олар келсе сонда құрыла салатын еді, бірақ олар келмейді. Бірақ тарихтың ирониясы, ойда жоқта еврейлерге айы оңнан туады. Германияда нацистік партия құрылып жатады және бұл нацистік партияның жетекшісі Адольф Гитлер еврейлердің сұмдық бір дұшпаны еді. Бұл адам бүкіл әлемде юдаизмді жоюға ант береді. Ол өте қысқа мерзімде бүкіл Еуропаны басып алып, лагерлерді және еврейлерді жинап тірідей өртеп жібереді. Азаптаудың небір түрлерін жасайды. Еврейлердің үрейіне айналады. Осыған орай әрине бұл сионизм үшін іске жараған пайдалы дүние болды. Себебі неге десеңіз, Гитлердің озбырлығынан қорыққан еврейлердің бәрі бізге енді бұл жерлерде күн көрсетпес деп Еуропаны тастап кетеді. Гитлердің Ресейге де шабуылдағанын білесіз. Ресейдегі еврейлер де дәл сондай әрекетке барады. Гитлерден қорыққан әлемнің түкпір-түкпірінен келген еврейлер қашатын жер іздеп жүрген Еуропада парақшалар тарай бастайды. Ол мәлімдемеде былай делінген еді: Палестинаға көшкен әрбір еврейге бәленбай шаршы метр жер және бәленбай миллион ақша беріледі делінген. Тек Палестинаға келсең болды деген парақшалар таратыла бастады. Әрине Гитлердің алдындағы үрейлері олардың Палестинаға көшуінің бірден-бір себебі болады. Себебі ол жерде қалса оларды өлім күтіп тұрды. Қашуымыз керек деп. Ал қайда қашу керек? Әрине Палестина. Осылайша Еуропадан бұқара халық Палестинаға адам тола кемелермен қоныс аудара бастады. Палестинаға қоныс аударғаннан кейін ол топырақтарда айтарлықтай еврей халқы жиналады. Осылайша әрине Гитлердің де жұмысы осымен аяқталады. Және осы уақыттан соң сионистер қалаған халық саны жеткілікті қамтамасыз етіледі. Артынша қалаған жерлерін алу үшін мұнда ағылшын билігі болғандықтан басып алу оқиғалары орын алады. Себебі бұл жерлер шындығында палестиналықтарға тиесілі еді. Яғни ол жерде бүтін бір қауым өмір сүретін еді. Ол бос жатқан жерлер емес еді. Дәл осы жерде мына сұрақ ақылыма келіп, палестиналықтар еврейлерге жер сатты ма? Енді еврейлер осы аймақтарға қоныстана бастағаннан бері олар өздерінің амбицияларын, түпкі ниетін өте құпия ұстады. Сондықтан олар өте бейкүнә, жазықсыз болып көрсетті өздерін.
көздері. Палестиналықтар үшін де солай көрінді. Ол кезде палестиналықтардың ешқайсысы мына нәрсені ойламаған еді. Бұлар осы жерге келіп жатыр, бұл жерде бір мемлекет құрады, артынша бізді қуып шығады. Палестиналықтарда бұндай бір ойда жоқ еді. Өйткені тарихи бағытқа қарасақ, Палестинаның да көретін сол көрініс. Яғни Еуропада үлкен қуғын сүргін болды. Олар барлық яһудилерді өлтіруге тырысты. Бұл жазықсыз еврейлер осында паналауға мәжбүр болды деген. Қараңызшы, палестиналықтардың еврейлерге деген көзқарасы мүлдем басқа еді. Адамгершілікке, адамилыққа толы бір көзқарас еді. Тіпті оларға көмектескендер де көп болды. Өйткені ойлаңызшы, мұсылман болған соң кәпір дінсіз болса да жәбір көрген адамға қол ұшын беретін еді. Оған көмек көрсететін еді. Себебі ол қуғын сүргінге түскен. Үйлерін тастап осында келген деген. Палестиналықтардың осы алғашқы ойларда мені елжіретеді. Олардың болашақта нелер болатынын хабары жоқ. Кейінгі кезеңдерде сионистік сана Палестинадан ресми түрде жер сатып алғысы келеді. Және жердің құны 1 лира болса, олар 10 лира ұсынған болады. Екінші Абдулхамид енгізген заңды, яғни еврейлерге жер сатуға тыйым салуды бекіткен заңды Одақ және Прогресс комитеті 1914 жылы күшін жояды. Яғни жерді еврейлерге де сатуға болады деген заң енгізіледі. Сондықтан палестиналықтар бұл жерде заңды нәрсе жасап жатыр. Жарайды, Осман империясы құлады кетті, бірақ бұл жерде енді тіпті Палестина мемлекеті де жоқ еді. Тура қазір ол жерде не болғаны белгісіз. Османдар ол жерден шегінді. Ол жерде тек ағылшындар бар еді. Жерді сату туралы мәселе басталмас бұрын жерді басып алу әрекеттері бар болған. Жағалау сызығы сол кездері оккупацияда болады. Жарайды, олар шарасыздан осында келді. Мүмкін Еуропада істері түзелген соң үйлеріне кері қайтты. Амал нешік, бұл Палестинаның сол кезде көзқарасы еді. Көмектесіп жіберейік, бүйтейік, сөйтейік деген. Негізінде олар жер сату мәселесін әу баста дұрыс ойламаған. Енді Түркияны мысалға алайық. Осылайша Түркияға келіп, ауылдағы жерлеріңді бізге сат, саған Стамбулдың дәл орталығынан пәтер береміз десе, тіпті 1, 2, 3 пәтер беремін десе, бүгінде кім сатпас жер? Мысалы, адамдар қалай ойлайды? Не істеймін мен ол жерлерді? Жай егістік, бұл түкке тұрғыс нәрсе емес пе? Бәленбай еселеп ұсынып отыр. Олар мынаны сатып алсам, ананы да жасасам дейді емес. Сондықтан олар бұл жерде адамдардың жан жерінен ұстады. Ол жердегі мұсылмандардың. Әрине сатқандар болды, және бұл өте аз бөлік еді бұл жерін сатқандар. Бұндай барлық жерде бар. Мысалы, бүгінде Израиль өнімдеріне өз елімізде бойкот жариялап отырмыз. Бұл бойкотқа бағынбайтындар бар ма? Әрине бар. Әр елден шығады ондайлар. Филистиннен де шық. Сатылған жерлердің үлесі 100%-1% ғана. Я болмаса 10% деген түрлі қауесеттер бар. Тіпті сатылып кетсе де бүгінгі олардың қиналып жатқаны мен қырғындарды заңдастыратын нәрсе ма осы? Әрине жоқ, ешқашан. Дегенмен халықтың көп бөлігі сатуға қарсы болған. Өйткені ол жерлерді мұсылмандар киелі жерлер деп санаған. Бұл жерлерде тұрып жатқан мұсылмандар әгәрәки еврейлерге көмектескен болса да, оның қалуын сұрамаған. Жарайды, олар оған көмектесу үшін болса да, отыруға және қалуға жағалау сызығынан орын берді. Бірақ оларға артық беруге міндетті емес еді. Біразы осылай ойлаған еді. Мен сенімдімін, мысалы, тіпті кейбір жер сатқандардың өздері де бұл жерлерде бір еврей мемлекеті құрылуы мүмкін. Палестиналықтар түгел бұл жерлерде болады. Сол үшін жер сатып алып жатыр бұлар десе, жер үшін қанша берсе де оларды сататынына сенбеймін. Жақсы, ол жерде өмір сүрген мұсылмандар еврейлердің бұл пиғылын қашан айыра бастады және оны түсінгеннен кейін не істеді? Мысалы, 6 күндік соғыс атымен белгілі соғыс осы кезеңде орын алған ба? Ол былай болған еді. Еврейлер мұнда келгеннен бері бейкүнә болып өмір сүріп жатқан жоқ еді. Және ағылшындар тарапымен бірге еврейлердің Хагана қоғамы деп аталатын ұйымдар құрылады. Біз мұнда еврей мемлекетін құрамыз, бірақ бізге қарулы күш керек. Бұл жерде мемлекет болу үшін бізге армия, яғни әскер керек дейді. Шын мәнінде сол Хагана қоғамы Израиль армиясының негізі болып табылады. Оларды сол жерде шектен шығады. Сионизм бұл жерде ұмыт болған иврит тілін қолданды. Оны қайта жаңғыртады. Сол әліпбиді қайта енгізіп ұлттық сананы орнықтыруға тырысады. Бұл жерде бұл өте маңызды және ол қанша жылға созылады? Егер біз 1918 жыл деп айтсақ, елестетіп көріңізші, ол жерде 30 жылдық бір кезең бар. Осы 30 жыл ішінде мұнда көптеген өзгерістер болды және бұл мұсылмандардың оянған кезі еді. Содан соны сезген мұсылмандар қарулана бастайды. Өйткені олардың мақсаттары мүлде басқа екенін түсінеді. Демек, олар мұнда тұрақты тұруға және біздің жерлерімізді тартып алу үшін келген. Осы сәттен бастап палестиналықтар бұл мәселе бойынша көздері ашылады және жер сату анау-мынау деген дереу тоқтатылады. Еврейлерге және Хагана қоғамының қарулы мүшелеріне қарсы палестиналықтар да қарулана бастайды. Осы тұста үнемі қақтығыстар болып тұрады және бұл қақтығыстар 1948 жылға дейін жалғасады. Сонымен қатар ол жерлерде сол күнге дейін британдық сарбаздар бар еді. Сәйкесінше олар еврейлерді толықтай сол жерде қорғайды. Бұл еврейлер ағылшын әскеріне арқа сүйеп түрлі шабуылдар жасайды. Шындығында тура бүгін болып жатқандай Газаға шабуылды бастаған сәтте Америка кемелері қолдау көрсетіп дереу жетіп келді.
дейді. Тура осы жағдай сол заманда да дәл осындай. Британдықтар бұл қақтығыстарды қатты бір күшпен басады. Әділетсіз түрде жаншиды. Мынау біздің бала, анау жаман бала. Төбелесті ажыратқанда біреуінің құлағын бұраса, екіншісіне жарайсың дейді. Осы стильдегі көзқарас. Әрине 1948 жылы бұл адамдар бүкіл құрылымдарын құрып қойған еді. Және бүкіл әлемге біз бұл жерде Израиль атты мемлекет құрдық деп мәлімдеме жасайды. Олар құрдық деген мемлекет бүкіл Палестинаны түгелімен қамтып тұрған еді. Демек палестиналықтардың ол жерде бүкіл құқықтары аяққа тапталған, жойылған. Палестиналықтар біз осы жерлерде өмір сүріп келеміз, бұндай бір мемлекетті біз құрдырмаймыз, орнатпаймыз дейді. Сәйкесінше бұл жерде үлкен бір мәселе туындайды. Мына халыққа не болады деген. Сол проблема бүгінгі күнімізге дейін жалғасуда. Содан 1948 жылы Израиль мемлекеті құрылған бойда ақш 6 минуттан кейін Израиль мемлекетін таныған мәлімдейді. Бұл жерде нені түсінуіміз керек? ақш бұған дейін дым білмегендей болып, Израиль мемлекетін біз танимыз дегендей нәрсе емес. Израиль құрылар-құрылмас сәтте маңайдағы барлық араб елдері, мұсылман елдері оған қарсы соғыс жариялады. Ирак, Сирия, Ливия, Мысыр. Сол кезде бұл мемлекеттердің Израильге соғыс жариялайтыны шындығында да белгіледі. Израиль бұлардың да соғысқа араласатынын ескерген еді. Және өте бір қысқа уақытта 1948 жылы азғантай уақыт ішінде тез ғана дереу айтарлықтай күрделі қуатты мемлекетті ұйымдасу мүмкін емес еді. Демек бұл ұйымдасу о баста әуелде жоспарланған деген сөз. Біз екінші Абдулхамидтің дәуірін түсіндірген едік қой. Яғни бұл мемлекеттің қандай болатыны, қалай құрылатыны жоспарланған. Әрбір ұйымның не істеп не қоятыны алдын ала анық болады. Әрбір әрекеттері жоспарланған еді. Және олар өте қысқа мерзімде артынша жүзеге асқан қадамдармен өте күрделі, толық қалыптасқан мемлекет бола қалды. Бір сәтте білім беру жүйесі бар. Қала берді, барлығы бір дайын астай әзір бола қалады. Барлық қадамдары бұрыннан жоспарланған болады. Америка 6 минут ішінде басқа ешбір хабар алмастан бірден Израильді таниды. Бұл жерде нені аңғарамыз? Демек, бұл алдын ала белгілі жоспар болған. Америка, Англия және Европа түгелімен Израильге толық қолдау көрсеткен. Және бұл араб елдері Израиль тек өзі жеңіп шыққан деп түсіндіреді. Әрқашан Израильді осылайша мақтайды. Бірақ бұл орынсыз мақтау. Әгер Израиль тек өзі бұл елдерге қарсы соғысатын болса, оның жеңіске жететіндей бірде-бір шансы жоқ еді. Бірақ оның артында сол дәуірдің ең мықты армиялары тұрды. Қалаған қолдаудың барлығын көрсетті. Тыңшылық қызметтің ол жерлерде айтарлықтай күші бар еді. Америка мен Англияның теңізден, әуе және құрлықтан көрсеткен қолдауы мен алдау-арбау тыңшылық қызметі, айла тәсілдері араб елдерінің іштен жойылып, бұл мемлекеттердің жеңілуіне себеп болды. Осылайша бүгінге дейінгі уақыт аралығында бұндай соғыстар болып тұрады. Мысалы 1967 жылы, 1973 жылы өте үлкен ауқымды көлемді соғыстар болған. Бұл аймақтағы араб мемлекеттері мен Израиль үнемі соғысып жатады. Ал бұл соғыстың бәрінде тек араб өлкелері ұтылып отырады. Өйткені олардың барлық күші жойылған еді. Мемлекет тетіктері оларға қарсы күресеміз деп ақ ыдырап тынды. Израиль бұларды әдейі өзіне қарсы итермелегендей болады. Қырайын, кел сенің де қуатыңды бұзайын дегендей. Себебі ол кезеңде Мысыр өте бақуат, өте күшті еді. Мысырды да құлатты бұлар. Мысырдың әскери қуатын ыдыратты. Иракты да сөйтті. Біз дәл мына тұста жаңылсамыз. Қауіп төніп тұрған тек Ніл мен Ефраттың арасы, ал басқа маңайда еш мәселе жоқ дегенде. Бірақ бұл қате. Оларға бүтін дүние керек. Бүкіл әлемді қолында ұстау үшін сол кезден бүгінге дейін Американы қолданып келеді. Таяу шығыстағы бұл бүлік заңсыздық осылай жалғаса береді ме? Соңы не болмақ? Бұл жерде бір өлең жырларда келетін бір хикая бар. Бір қалада бір ғұлама әулие өмір сүріпті. Бұл кісі игі істерді көп жасайтын адам еді. Бір күні саудагерлерден көп қарыз алып, осы қарыздарымен қайырымдылық жасайды. Аллаға сенеді. Алла маған қайтадан мал, мүлік, рызық нәсіп қылса, және солармен бұл қарыздарымды жабармын деп. Соған сай бұның ешқандай да бір мәселесі жоқ еді. Бірақ бұл кісі бір күні қатты ауырып өлім үстінде қалады. Қатты науқастанады. Содан әулиенің үйіне көңіл сұрауға адамдар келе бастайды. Және сол келгендердің көбі оған қарыз бергендер еді. Шын мәнінде бір жағынан сол берген қарыздарын кері алғысы келетіндер еді. Бірақ хәл үстіндегі адамнан қарызыңды талап ету қалай болар екен деп олардың өзара сөйлескендерін әулие кісі естіп жатады. Маған мынанша қарыз, маған да мұнша қарыз дегендерін. Енді кімнен сұраймыз, не болады дегендерін. Әулие бұл жағдайға қатты ренжиді. Бір әулие кетіп барады, бір әлем кетіп барады дейді. Бір әулиенің өлгені, бір әлемнің өлгені дегенде маңызды бір дүние. Олар әулиеден айырылатынына емес, Алланың досынан айырылып бара жатқандарына емес, берген қарыздарының қамын уайымдады деп қатты өкінеді. Тура сол сәтте сырттан бір кішкентай бала тәтті-пәтті сатып өтіп бара жатады. Айғайлап жүрген сатушы баланы әулие кісі жанындағы шәкіртіне айтып дереу ішке шақыртады. Шақырып алғаннан кейін балаға қолындағы бар тәттісін осымдағы адамдарға тегін таратып бер дейді. Артынша бәрі тәттілерден тойып жеп алады. Сатушы бала да маз, бүкіл тәттісін тез ақ тарқатып жібердім деп. Бүгіндік іс бітті дегенде. Ақшасын алып ұстама барайын, осылай да осылай болды деп айтайын деп. Ақшамды бересіз бе, құрметті ұстаз деп өтінеді. Ақша жоқ дейді әулие кісі. Бала таңырқап, қалай ақша жоқ? Ақша жоқ деген несі? Бәріне таратып бердім, бәрі жеп алды. Ақша жоқ деген несі? Сен кете бер дегені сол еді
балаға ол қатты айғайлап тұрып жылай бастайды. Басқа адамдар да оған өзі өліп бара жатып баланы ақшасыз қалдырды, бізге қарызы анау еді деп. Бала жылаған сайын жиналған адамдарды ашулана бастайды. Бала табағын тастай салып, мен ұстама, не деп айтамын, қайда жұмсадың дейді ғой ол маған, не істедің деп сұраса не деп жауап беремін деп ақырып жылай береді. Бала айғайлап шу шығарады ортада. Тура сол сәтте біреу есікті қағады. Есікті ашып кімнің келгенін сұрайды. Сөйтсе бір мұсылман зекетін әулиеге беріп жүрген екен. Содан борыштың қанша екенін сұрап, келген заттың сомасын сұрап, сатушы баланың да ақшасын қоса есептегенде әлгі зекет түгел берешектерді жабуға да баланың тәттісінің де ақшасын төлеуге тура жетеді екен. Содан әулие шәкіртіне бәріне тарқатып бер, сосын бәрі кетсін дейді. Бұнда бір ғажайып болғанын түсінгенде маңайдағылар, қап біз не бүлдірдік, әулиеге құрметсіздік көрсеттік, теріс нәрселер айттық, білместік болды деп жұрттың бәрі ұялып тұрғанда әулие бұларға былай дейді. Яғни бұл оқиғадағы даналық не? Әулие былай дейді: бұл ақша келетін еді, жазылған еді. Бұл сый бізге Алла тарапынан берілетін еді, тек уақыты кейінге шегерілген еді. Бұл адамдардың қарыздары туралы әңгімелерін естігенде маған қарсы артық сөйлеп ғайбатқа қалмасын дегенімде әлгі бала көмекке дер кезінде келе қалды. Бұл бала ақшасын қалап жылай бастағанда әлгі зекеттің де келуін жылдамдатты және ақша да тез келді, дәл уақытында келді. Мен де ақшаларыңызды қайтардым, қазір енді кетіңіздер дейді. Тура осы хикаядағыдай баланың көз жасы Алланың рахымын тездеткен болса, тура осылай қиянат жасалған жерге де Құдайдың қаһарын тездетеді. Сәйкесінше Газада жылаған балалардың көз жасы қасіреті, шехид болған адамдардың көз жасы мен қайғысы Израильге қарсы Алланың қаһары азабының келуін тездетеді. Зұлымдық неғұрлым артқан сайын басына бәле соғұрлым дәл солай тез келеді. Құдай қаласа Израильдің, осы Израиль мемлекетінің бұдан былай қатыгездікпен өмір сүре алмайтынын бәріміз жақын арада көреміз деп үміттенемін. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағаланың бұйырғанындай екінші бүлікті, үшінші бүлікті айтып отырмыз. Егер тағы бір бұзақылық жасасаң, қарсыңнан мен шығамын дейді Алла тағала. Бүгінде бүкіл әлемде бір сионистік Израильдің бұзақылығы бар. Және бұның ең жаман салдарын Газадағы жазықсыздар көріп отыр. Және осы жағдай шын мәнінде Израильдің басына өте үлкен пәлекеттің келетінінің белгісі. Алла қаласа Израиль мемлекетінің құлағанын көреміз деп үміттенемін. Және бұның мұсылмандардың қолымен жасалатынына сенемін. Алла bunu bizге көруді нәсіп етсін.